Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге қыста нан батырып жейтін дәмі өте керемет тәтті аджика салатын банкаға жабатын боламыз. Ол үшін бізге 3 кг қызанақ, 2,5 кг тәтті бұрыш, 500 г сарымсақ, жарты кг жуа, жарты кг сәбіз, 200 г сұйық май, 3 ас қасық уксус қажет болады. Ең алдымен ет тартқыштан жуамызды, сәбізімізді, тәтті бұрышымызды, одан соң қызанағымызды және сарымсағымызды өткізіп аламыз. Қызып тұрған сұйық майға жуамызды, сәбізімізді салып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Мінекей араластырдық. Енді осының үстіне тәтті бұрышты салып, тағы да қуыратын боламыз. Одан кейін қызанағымызды салып, араластырып қайнатамыз. Одан соң сарымсағымызды салып, араластырып, тағы да бір мәрте қайнатып аламыз. Қақпағын жауып, баяу отта қайнататын боламыз. Егер сіздерге ащы аджика ұнайтын болса, онда чесногын көбірек салып, дәл осы рецептпен істеуге болады. Татымына қарай тұзымызды, қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Мінекей, одан соң 3 қасық ас уксус құйып араластырамыз. Сөйтіп банкімізге құямыз. Банкіміз міндетті түрде парлану керек, таза болу керек. Аузын жабамыз. Егер сіздерге ұнап жатса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.